Армысыз ардақтағы ағайын, сіздердің назарларыңызға облыстық мәдениет басқармасының халық шығармашылығы орталығының облыс көлемінде өткен 2026 жылғы маусым айында өткен мәдени іс-шараларына арналған айлық жаңалықтар легін ұсынамыз. Маусым айында облыстық көркемөнерпаздар, халық шығармашылығы және кино бейнеқор орталығы тарапынан 12 негізгі мәдени іс-шара ұйымдастырылып, халықаралық және республикалық деңгейдегі маңызды мәдени жобалар жүзеге асырылды. 5 маусым күні Қостанай облысының барлық өңірінде ұлттық домбыра күніне арналған айлықтың салтанатты ашылуы өтті. Айлықтың ашылуына аудан қалалардағы мәдени ұйымдары мен өнерпаздар белсене қатысып, ұлттық өнерді ұлықтайтын ауқымды мәдени бағдарламалар ұйымдастырылды. Айрықша атап өтетіндігі, Рудный қаласында өткен салтанатты ашылу рәсімінде 526 домбырашы бір мезетте күй орындап, ұлттық өнердің айбынын асқақтатты. Бұл ерекше шара көрермендердің ыстық ықыласына бөленіп, домбыраның халқымыздың рухани мұрасы ретіндегі маңызын тағы бір мәрте айқындады. 12 маусым күні Қостанай қаласындағы Ай Қостанай смарт орталығында ұлттық домбыра күніне арналған Күмбірле қоңыр домбыра атты облыстық домбырашылар байқауы өтті. Байқауда өңірдің үздік домбырашылары өзара бақ сынасып, қазақтың күй өнерін кеңінен насихаттады. Байқау қорытындысы бойынша бірінші орында Арқалық қаласының өнерпаздары Әділ Ақанов пен Ерлан Шакиров иеленді. 19 маусым күні Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, ақын, қоғам қайраткері, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі Ақылбек Шаяхметтің 75 жылдық мерейтойына арналған шығармашылық кеш өтті. Кеш барысында ақынның өмір жолы мен шығармашылық мұрасы кеңінен насихатталып, жырлары оқылып, сөзіне жазылған әндер орындалды. Мерейтойлық кешке зиялы қауым өкілдері мен жазушылар мен өнер қайраткерлері қатысып, мерейтой иесіне құрмет көрсетті. 24 маусым күні Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, белгілі әнші, сазгер Бақытжан Сәуекеновтің 75 жылдық мерейтойына арналған шығармашылық кеш жоғары деңгейде өтті. Кеш барысында Бақытжан Сәуекеновтің халық сүйіп тыңдайтын шығармалары орындалып, өнердегі өнегелі жолына кеңінен шолу жасалды. Кештің арнайы қонағы Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Досымжан Таңатаров болып, мерейтой иесіне құрмет көрсетіп, көпшілікке әсем әндерін тарту етті. Сонымен қатар облыс көлеміндегі мәдени демалыс ұйымдары маусым айында тұрғындарға белсене мәдени қызмет көрсетті. Есепті кезеңде 1350 мәдени іс-шара өткізіліп, оған 163.762 адам қатысты. Ауылдық және аудандық егілді мекендерде 75 көшпелі концерт ұйымдастырылып, 7420 көрермен қамтылды. Маусым айының қорытындысы бойынша облыс өнерпаздары 12 мәрте жүлделі жетістікке қол жеткізді. Оның ішінде 6 халықаралық және 6 республикалық деңгейдегі жетістіктер бар. Ағымдағы айда 5 театр қойылымы сахналанып, оларды 1330 көрермен тамашалады. Осымен маусым айындағы мәдени жаңалықтар легі аяқталды. Сіздермен бірге болған Ақбота Құрманбек. Мәдениетіміз мәнін жоғалтпасын. Келесі кездескенше қош, сау болыңыздар.